Құрметті жерлестер, Айтскебе ауданында су тасқынына қарсы шаралар қабылдануда елді мекендерден қар шығару жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгінгі күні ауданымыз бойынша 29 мыңнан астам кубометр қар шығарылды. Қар мөлшері өздеріңіз көріп отқандай өте көп. Оған енді басты себеп осы ақпан айының соңында, наурыз айының басында осы қар мөлшерінің шектен тыс жаууы. Сонымен қатар ауданымыз бойынша судың осы жүретін жолы, арналарын, осы арықтарды, құбырларды тазалау жұмыстары жүргізілуде. 14 наурыз күні мұз кептелісін болдырмау мақсатында ауданымыздың 3 округінде мұзды жару жұмыстары жоспарланған. Қажетті инертті материалдар, су сорғыш станциялар, құбырлар әзірленді. Аудан орталығында Жүргенов ауылындағы темір жолдың ар жағынан келетін, далалықтан келетін судың Ырғыз өзеніне өткізіп жіберу мақсатында былтырғы жылы арнайы канал салынған болатын. Жақын арада Қазавтожол мекемесі осы Қарақия-Қостанай автомобиль жолының 87 шақырымында су өткізгіш құбырлар салынды. Айта кететін жайт, бұл уақытша шешім. Темір құбырлар ертең жер аяғы кеңгеннен кейін тиісті жобаға сәйкес бетондау жұмыстары жүргізілетін болады. Жақын арада енді осы ауа райының жылынуы күтілуде. Сол себепті тұрғындарымызды мәселе болған жағдайда арнайы нөмірлерге хабарласуыңызға сұраймыз.